Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай керемет маринадталған дәмді капуста дайындайтын боламыз. Бізге қажетті заттар: 1 дана капуста және 1 дана қызылша, 10 дана лавр жапырағы және де 10 дана қара бұршақ бұрыш қажет болады және де 10 дана сарымсақ қажет болады. Ал ендеше маринадталған капустамызды дайындауға кірісеміз. 3 литр банкіге немесе осындай шағын кастрюльге бірінші алдымен лавр жапырағын, сарымсақ және де бұрышты саламыз. Содан соң осылайша капустамызды бетіне саламыз. Және де қайтадан қызылшамызды салып, ортасына лавр жапырағын салып, осылайша барлығын кезектестіріп салып шығамыз. Капустамызды маринадтау үшін 3 литр суға 3 ас қасық тұз саламыз және де 6 ас қасық қант салып қайнатамыз. Жаңағы дайындап қойған капустамыздың үстіне 150 грамм 9% уксус құямыз және де жаңағы қайнаған рассолымызды құямыз. Бетін жақсылап тұрып жауып, салқын жерге 3 күнге қойып қоямыз. 3 күнде қызылшаны бояуы шығып, өте әдемі қанық түске енеді. Сол кезден бастап дайын болған капустаның дәмін тата берсеңіз болады. Мінекей осылайша қызыл болып суы бөлініп, керемет қанық түске еніп, капустамыз өте дәмді болып шығады. Осы рецептпен дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Айсел. Менің каналымдағы рецепттер ұнап жатса, каналыма лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.